Астананың кешкі батыстары ұнайды. Бұрында газ-53 бүйтіп бұрап жүреді ғой. Тура сол секілді өзімді өзім ұстай алмаймын. Соны тачки итеріп те өскен боламыз. Сондықтан да еш сескенбеймін мен ондай нәрседен. Білекті сылып тастадық та, машинем бар, машинеге кепкамды басып алдым да таксовать еттім. Қанша жерден түріміз жас болғанмен де, мына 40 жаста жинап келген тәжірибең саған бір балалық нәрсені істетпеуге, сол жерде сенің өзіңнің таңдауың тұрады. Тестостеронды көбейтетін секс екен, және жүгіріс. Дұрыс сөйлеп, бір дұрыс нәрсені насихаттауға кез келді деп ойлаймын. Өмір сүресің, артқа қарауды білмейсің мысалға. Тек қана алға. Ал енді сен орта жасқа келген уақытта сен артыңа қарап ойлайсың, не істеп келдім мен деп. Адам өмірге даму үшін келеді. Сол кезде менде кризис болды. Құрметті достар, бүгін біздің студияда өте керемет қонағымыз келді. Әнші, әртіс, актер және просто красавчик адам. Ой, рахмет. Дастан Оразбеков. Дәке, келгеніңе рахмет. Шақырғандарыңа рахмет. Біз көріспегелі қанша болды? Өзің айттың ғой, 8 жыл болды. 8 жыл болды. Просто не ошибаюсь па дегенім ғой. Біз екеуміз сериалда түстік, дұрыс қой. 8 жыл бұрын Перекресток восстание деген. Содан кейін сен қаншама проект жүріп жатың? Одан біраз проект түсірілді, толық метрде түсті, қателеспесем. Бірнеше телехикаялар түсірілді. Аллаға шүкір. Өзің ризасың ба негізі актерлік жолыңа? Мен егер түбегейлі алып қарасақ, жоқ. Неге? Себебі мен енді қаншама, енді өзім киноманмын, бірталай киноларды көріп, актерлардың ойындарын көріп, соншалықты өзімді 100% сол кәсіпке берілмегенім үшін өкінем. Және де мен үшін әрбір ойнаған рөлдер әр кезде бір шикі рөл сияқты болып саналады. Себебі енді мүмкін ол режиссердің көзі қарашы шығар, жалпы менің өзімнің әдетім, жаңағы өзімнің жүріс тұрысым, күнделікті мінезіме жаңағы образ сәйкес келіп тұрғаннан болып алған шығар деп ойлаймын. Ал былай барынша бір образды алып, соны басынан аяғына шейін беріліп 180 градусқа кері қарай бұрылған күнім болған емес. Жалпы менің табиғатыма ұқсас рөлдер барлығы. Енді ана бір рөлдер болды, жағымсыз кейіпкерлердің рөлін ойнаған кездерде, бірақ ол кезде енді бір анау ашу жаң жерлерді енді о жағын келтірдік. Жалпы сен мінезің ашу шаң емес сияқты ғой. Сен өзің оңтүстіктенсің, дұрыс қой? Тараздансың. Тараз қаласы, Жамбыл облысы Жаңатас қаласынамын, Сарысудан. Ол кезде кезінде енді 90 жылдары дүркіреп тұрған қалалардың бірі, себебі қаланы көтерген стройбаттар мен тюремщиктер. Және де сол жердегі енді ұғым, сол 90 жыл ұғымдар, по понятиям жаңағы двордағы понятие сондай өмір сүрілген болатын да. Сондықтан да бір о жерде сөзіңде тұру міндет болатын. Егер айттың ба, істеу керексің. Жалпы сенің әртіс ретінде жетілген қалаң Алматы. Негізі қай артист алсаң да, Алматы нағыз енді сол творчествоның қаласы ғой. Отаны ғой. Бірақ сен жақында Астанаға көшіп келдің. Жақында болғанда 6 жыл болды. Енді ұзақ мерзім емес, былай айтқанда. Сен бір интервьюңда айтып кеткенсің, мен үшін бір жаңа сын керек болды деп. Астанаға барып өзім бағым сынайын деп. Саған Астана сын болды ма? Болды, өйткені қалыптасуыма бір 4 жылдай уақыт керек болды. Шынымен де 4 жылдың ішінде бірталай күйзелістер болды, бір ойланған сәттер болды, кері қарай қайтсам екен Алматыға. Мындай енді ағайын туыстарымның іштерінде бір алыс туысқандарымыз бар. Ал жалпы менің ең жақын бауыр аға қарындастарым бәрі Алматыда, анам Алматыда. Сондықтан да енді бір шетінен осы жаққа келіп, осы жерде де бір үй болса екен, енді ағайын туыстар келетін уақытта, оның үстіне елордасы Астана. Соны мен ойлағам, осы жерде де бір үй болу керек қой деп. Бірақ басындағы қысы өте бір суық болды. Және де бір кішкене мен үшін бір адамдар суықтан болып па, бір кішкене қатып қалған адам кісілер сияқты да, ашылмайтын.
Ол рас. Бірақ енді Алланың бір қалауымен менің ойымша өте бір жақсы азаматтарды кездестірдім. Анау бәрібір қаншалықты суық болғанмен сенің жүрген ортаң өзі анау где душе угодно дейді ғой. Дом там, где хорошо. Сол сияқты менің де ойымша осы жердегі менің маңайымдағы қазіргі достарым менің ішкі жан дүнием, менің ажарымды келтіріп, жанарым ажар беріп жүрген сол достарым. Өйткені жанұямызбен араласамыз, ойымызда бір әзілімізде жарасып отыр. Сондықтан да ортаң бар кезде қай жер болмасын бәрібір сияқты. Бірақ енді бәрібір деп айтпай ақ қояйын, мүмкін мен енді регионға қаз барып тұрған жоқпыз ғой. Өйткені 25 жыл қалалық мегаполис тәжірибеден кейін регионға барып тұрған жоқ. Сондықтан да бәрібір деп айтпай ақ қояйын. Алматылықтар Астананы онша ұнатпайды. Қай қайсына тиіп қалсаң да Астана өте салқын, өте жаңағы мейірімсіз деген сөздер де болып жатады. Жалпы сен Астананың қай бір жағымды жерлерін атап өтер едің? Жағымды жерлер бар ғой енді. Аяздан басқасы. Мен мынау өзім енді қазір айронменмен айналысып жүрмін, күнде триатлон парктемін. Маған Астананың кешкі батыстары ұнайды. Өте бір жердің аспаны ұнайды маған. Өте бір таза. Сондықтан енді Алматымен салыстыра келетін кезек, онда ауа райы маған ұнайды осы жерде. Жалпы ауаның тазалығы ұнайды. Себебі Алматыда барлығы бір жерде, сайдың ішінде, ауа да ластанған. Содан соң өткенде бір жүгіріп келе жатқан уақытта, қателеспесем, жаңа мешітті білесің бе сен? Иә, білем. Анау не жаққа жоқ, аэропорт жақтағы мешіт емес. Өзі бір хай-тек стилінде салынған бір мешітіміз бар. Неде ғана жағалау жақтағы. Иә, жағалау жағының соңғы жағында. Соңғы жағында. Соңғы жағында. Иә, бұрыш-бұрыш болып келген. Сол мешіт жақтан кері қарай қалаға қарай қарайтын болсаң, өте бір әдемі көрініс. Енді біз шетелге бардық, жаңағы Америка болсын, Лондон болсын, сол жердегі бүкіл жаңағы небоскрептарын көріп, қандай көрініс әдемі деп соны қарағаннан кейін сол жерге барып қарадым да, не қыласың бір жерге барып? Бәрі осы жерде тұр екен ғой. Өйткені бір үйлесімділік тапқанда, енді біз анау өнер адам бір художниктің көзімен қараймыз ғой кейде. Сондықтан да бір көресің да, Астана не деген сұлу қала дейсің. Және де бір өте әдемі жер, мынау президент саябағы бар. Депутатский городокқа жақын. Анау жаңағы городской романстың көшемен неге Панфилов көшесі ғой деймін, қателеспесем, депутатский городокқа өтсең, сол жерде бір качеля ғана тұр, бір төбенің үстінде. Сол качеля кері қарайды да, оң жағалауға қарайды, право берекке. Соны қарап отырсаң, бүкіл жаңа архитектура, түрлі түсті үйлер, бұл жерде жаңа ремонты жүреді. Көзің кәдімгідей толады. Оның үстіне бір бояу ерекше да, өйткені жан-жақты. Енді бір қалыпты бір сұр қала деп айта алмайсың, себебі бір жасыл, бір қызыл, бір көк. Енді әрине таза табиғаттың көрінісі бөлек қой. Дегенмен жаңағы жасылы бар, көк аспаның бар, суың бар. Бірақ дегенмен де осы тақыр жерде осындай биіктіктің тапқанына менің көңілім толады. Көк аспан демекші, осы екі сөз сен бір бағыңды ашып берді ғой. Ол рас. Көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде, ақ бұлттардан әсем бейне көрінгенде, бұл сенің самалдан айтқызған сәлемің бе мен үшін айтылған, бәрі сенің сан түрлі құбылған сағым бейне. Сол бір өлеңге мен жеке өзім тоймаймын, шынымды айтсам. Рахмет. Өте жиі тыңдаймын, жолда келетқанда да өте бір керемет шыққан ән. Шынын айтқанда супер хит десек те болады. Сол әнді шығару идеясы қашан және қалай туындады? Бұның идеясы қызық негізі көк аспанның. Мирбек Атабеков композитор, әуенін жазған. Және өзі орындаған бұл әнді. Бішкекте, Қырғызстанда көк аспанға дейін орындалған ән. Бірақ осы Қазақстанда мәтін жазған Сержан Бақытжан деген композитор азамат. Ол ақын, аранжировщик, музыкант. Алдында енді Мирбекпен бізде арамызда Асанали деген інішек бар.
өзі жақсы азамат. Сол бізді таныстырды да, содан Мейірбекпен біз дос болып кеттік. Қазақстанға келгенде күтіп алып, жаңа бірге жүріп, дем алып, жан жақты көрсетіп, сөйтіп жүрген уақытта енді мен Мейірбектің енді Қазақстанда кім болмасын, мен деген әншілер және де енді бастап келе жатқан әншілердің бәрі бірі Мейірбектің рұқсатынсыз, бірі Мейірбектің рұқсатымен алып әнін орындады. Жалпы Мейірбектің әндері Қазақстанда өте танымал. Сөйтіп мен де ойладым, Мейірбек маған бір әніңді бер дедім. Маған енді Асанәлі жаңа бір әнін естіртті, анау әннің аты есімде жоқ, өте бір әдемі ән. Жаңа енді мен сол әнге сындым. Ойладым, мына әнді мен орындағым келеді. Оның үстіне жаңағы өзі бір заманауи өңдеу болғанымен, ішінде біздің жаңағы фольклор бар, этно бар, соның бәрін көрсетуге болатын еді. Соны мен ойладым, Мейірбек мына әнді маған берші. Ол айтты, жарайды, мен саған беремін, орында деді. Сөйтіп әні міне орындаймын деп, сөзден аған тек сөзін ғана аудара саламыз ба немесе жаңа мәтін жазамыз ба деп ойлағам. Сөйтіп жүрген уақытта арада 2 ай өтіп кетеді да, 2 айдан кейін маған Мейірбек звондайды. Дастан, мен саған ана әнді бере алмаймын деп. Не себеп десем, енді осы жердегі авторлар рұқсатын бермей жатыр, мәтін жазған авторлар. Біз енді айттық қой рұқсатын. Білмеймін, енді ол іштеріндегі өзінің бір асханасы ғой. Дегенмен де мен айттым, енді не істейміз деп едім, онда мына әнді айтшы деп Көк аспан ұсынды. Осы әнді орындасайшы, осыған мәтін жаз деп. Жақсы дедім, әнді бір тыңдағаннан ұнады, бірақ енді ойым бәрі анау ән. Соны жарайды дедім де Сержанға айттым, Сержан, мынандай әуен бар, осыған мәтін жазсақ қалай қарайсың? Не мағына жазамыз? Енді махаббатты жазып шаршадым. Бір құлшыныс керек, адамды бір итермелейтін. Ол өзі кішкене ақиқатты жақсы көретін азамат, оның үстіне бір кей кезде қатты тістеп айтқысы келгенмен біздің енді неден сескенеді деп ойлаймын да, бірақ дегенмен де түртпектеуге дайын. Онда Көк аспанды жазайық, жақсы. Сөйтіп мен айттым, мен басты ұсыныс Көк аспан болу керек. Өйткені ана әннің өзінде де, Мейірбектің әннің өзінде де Көк аспан деген сөз тұр бастапқы, сол әдемі жарасып тұр. Жарайды, қолданамын деді да, сонымен осындай мәтін жазылды. Менің ойымша әуен мен мәтін бір-бірін тапты деп ойлаймын. Содан болып, енді Мейірбектің орындауында бұндай қатты хит болған жоқ. Ал енді жалпы менің орындауымда осы мәтінмен менің ойымша бір-бірін тапты. Әнші әуенді тапты, әуен мәтінді тапты. Сөйтіп үшеуміз бір-біріміз тауып алдық. Жалпы сенің шығармашылық жолындағы ең бір сәтті өлең сияқты сол. Ең сәтті өлең. Ең бір сәтті емес, ең сәтті өлең. Өйткені ол мынау дөп дейді ғой. Иә, көрсеткіштерге сан өтірік алдамайды ғой. Қазір менің бейнебаяндарымның ішіндегі ең қатты таралған 20 миллион. 21 миллион. 21 миллион болып тұр. Басқалары бірі 3 миллион, бірі 1 миллион болуы мүмкін. Сол 1 миллион жинаған мен шығар. Егер сен сияқты адамдар жинайтын болса, онда 20 адам қараған екен. Мүмкін солай. Бөлек киноға ризасың ба? Қазақстандық кино қазір қай дәрежеде деп ойлайсың? Өзің бағаң қандай? Оны кіммен салыстырсақ қой, бар мәселе. Енді басқа бір. Жалпы өзім Қазақстанның киносына қазір көңілім толады. Өйткені біреулер мысалға батыл қадамдарға барып жатыр, триллерлер түсіріп жатыр, фантастика түсіріп жатыр. Қазір енді қанша жерден қарағанмен де бәрібір комедийный жанр өз орнын алып тұр, өзінің биіктігінде тұр, оған әлі ешкім жеткен жоқ. Басқа жанрлар себебі білмеймін, біздің елге бәрібір жаңағы әзіл керек, қатты бір күрделі тақырыпқа ойланғысы келмей ма. Енді не себептер екенін әрқайсымыздың шаңырағымызда өзіміздің бір ыдыс-аяғымыз сылдырлап жатыр ғой. Сондықтан да менің ойымша шаршап кеткен шығар деп ойлаймын. Өйткені қиын кезең болды. Бәрібір 90-шы жылдан жаңа бір қалыптасқан дүние. Жалпы кино қазір комедиясы болсын, жазылып жатқан тақырыптар, менің енді соңғы түскен фильм «Почти мачо» деген толықметрлі фильм болды. Басында сескендім, өйткені бәрі көбінесе жаңағы комедиялық жанрға өткен екен, мен де ойладым, қазір комедияның арасында бір қалып қалады ғой деп. Жоқ, ол жерде бір мағына бар, терең қарым-қатынас анасы мен баласының арасында, жаңа қыз бен жігіттің арасында, үлкенге деген құрмет, кішіге деген ізеттің бәрі сол
бір фильмде көрсетілген. Және де қазір енді фантастикада, триллерде, ужастиктерде түсіретін мүмкіндіктер бар. Жаңағы соңғы шыққан фильм, қателеспесем, Патриот деген фильм шықты. Время патриотов. Иә, Время патриотов. Содан кейін Паралимпиец бізде жақсы фильм шықты. Енді өзінің ортасын тауып жатқан. 3 деген кино. Иә. Сол бәрінде бір адам ойнайтын еді бақшы, Асқар Ильяс. Сол жігіт мен ойымша қазір ол жігіт керемет. Иә, жақсы шығып жатыр. Жалпы мен көзім тояды оған. Иә. Сосын тағы да Данияр деген жігіт бар. Данияр Алшынов. Иә. Ол да керемет актер. Берік Айтжанов енді оны айтудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Өте бір жақсы актерлар. Баяғы Ерке Бұландаев. Еркебұлан, Дәурен Серғазин қазған. Дәурен Серғазин, иә. Тіпті шынымен де Дәуренге мен ризамын. Иә. Енді ол енді театрының бесігінен шыққан адамдар ғой. Мектептері күшті. Біз Дәуренмен ең бірінші рет қателеспесем 2009 жылы Астана менің махаббатым деген телехикая есімде. Иә, есімде. Сол жерде таксисттің рөлін ойнаған Дәурен. Мен аэропорттан күтіп алып, Астанаға басып келе жатқан жерінде ол бір шымкентский таксист болып жүрген кез. Камридің ішін бәрін толтырып тастаған жа. Сол Дәурен қазір Аллаға шүкір өте бір беделді актерлардың бірі. Иә, бір беткүстар актерлардың бірі. Иә, менің ойымша бір амплуасы барлық жан-жақты да. Қанша жерден бір ызалы рөлді ойнағанмен бір тартылымдылығы бар. Ұстап тұратын. Ол сирек кездесетін дүние шығар деп ойлаймын. Ол адамның табиғаты сондай болу керек. Жалпы сен де айтып жатады ғой, жаңа харизма дейді. Енді сондай бір қалыптасқан бір ұғым бар ғой, харизма деген. Сен жалпы сол харизма неде деп ойлайсың? Артистке тән. Ол енді біздің қазақтың әдемі сөзі бар, арқасы бар деген. Мысалға қазір мен сенімен сөйлесіп отырмын, сондай қатты харизма көрініп отқан жоқ. Ал енді мына сахнаға шыққан уақытта тұла бойың мүлдем бір басқа бір әлемге кіріп кететін сияқты да. Себебі білмеймін, адамның саған деген ықыласының немесе қарап тұрған көздері сені ішіне от алдырып жібереді кәдімгідей. Бір моторчикті алады, бұрында газ 52-лерді бұрап жібереді ғой. Тура сол секілді өзімді ұстай алмаймын. Бір ритмді немесе әдетте болады ғой, біздің басқа әншілеріміз тұрады да, бір точкада тұрады да, бұл сол точкадан кету оңай. Бір микрофон. Мен тұра алмаймын. Енді былай өмірде сондай қатты бір шоштаңдап немесе бір жаққа не алып, бірақ іште энергия бар. Сол энергия сол сахнада шығады. Сол харизма деген сол іштегі энергия шығар деп ойлаймын. Ал енді сол энергияны сен дұрыс қолдана білсең, ол тіпті нұр үстіне нұр болады. Сондықтан да кезінде марқұм ұлы Майкл Джексон айтып кеткен соған тәріздес нәрсені. Ол айтқан, сахнаға шыққанда мен құдай сияқтымын. Енді ол жағын алып қарайтын болсақ, ол кісі әрине биік деген сайын, ұлық болсаң кішік бол деген әдемі сөз бар қазақта. Менің ойымша сол кісінің бойында ол болды. Қанша жерден сахнада биік дегенмен, бірақ өмірде өте бір кішіпейіл азамат болды. Жалпы сен бүгін көшеде келе жатқанда саған адамдар тесіліп қарай ма? Жалпы сен эстрадың жұлдызы деп айтуға болады ғой. Тесіліп қарайтындар да бар. Бірі келіп ассалаумағалейкум, суретке түсу керек бола ма деп ойлайды. Біреулер енді өзінің тәлім тәрбиесіне байланысты ғой адамның. Бірі ұялғаннан келмейді, бірақ бәрі қарайды. Бірі тіпті дөрекілеу, кей кезде өз-өздерін ұстайтындар бар. Бірақ оған сен ол тәжірибеге байланысты, бірде сен мүмкін мен жас болатын болсам, ашулықпен айту мүмкін еді деп болмайды, жоқ деп. Қазір бәріне үйренгесін. Жақсы, бәрінің тілін тапқасын, бәрінің сөзін білесің қазір қалай сөйлеу керек екен. Сонда иә, Аллаға шүкір. Ал сол елдің назары бір күні азайды дейікші. Ой сақтасын әрине, бірақ сондай күн туындағанда сен жалпы өзіңді қалай сезінер едің деп ойлайсың? Ойыншығын тартып қойған бала сияқты сезінетін шығар. Яғни бақытсыз. Иә, әрине, өйткені ол мен әлі күнге шейін айтамын ғой, мен бір 80 жасыма шейін ән айтамын, сахнада боламын деп. Енді 80-де Құдай алмаса ары қарай да ән айтуым мүмкін. Сондықтан да бойда қуат бар да, мен көрермен осы кісі, мынау өнердегі кісі ғой деп айтып жүруіне мен бар күшім саламын. Себебі енді вампир деп айтсақ та болады ғой. Халықтың ықыласымен біз өмір сүріп жүрген адамдармыз. Бізді демеп те, қоштап та, қолдап та жүрген халық, сондықтан да. Бірақ енді басқа
салмасын, бірақ түскен күннің өзінде де мен қарапайым үйдің баласымын. Соны тачки итеріп те өскен баламыз. Сондықтан да еш сескенбеймін мен ондай нәрседен. Өйткені тәрбие сондай. Анау Мұқағали ағамыздың сөзі, атамыздың сөзі, кім айтса ақ көйлек кірленбейді, жүйрігі түсіренбейді демекші. Мен оған дайым. Егер сүрінген жағдай болатын болса, басқа бір бағытта, басқа бір мамандықты таңдап жүруге дайынбыз. Вампир демекші, 80 жасқа дейін өлең айтам демекші, сен негізі бет әлпетің әлі жап-жас, 25-те деп те айтуға болады. Бірақ биыл 5 ақпанда сен 40-қа толдың. 40-қа толдым, иә. Айтқанда ол ер адамға өте маңызды бір жас деп айтуға болады ғой. Өте маңызды. Несімен енді менің ойымша қазір сен жарты өміріңнің ең көп уақытын өмір сүрдік. Осы 40 жылдың ішінде ана бір әдемі сөз бар. 40-тағы жігіт өзін жаспын десе, ескеткен дейді. 10 жастағы бала өзін ермін десе, онда ескірген дейді. Сондықтан да қанша жерден түріміз жас болғанмен де, мына 40 жаста жинап келген тәжірибең саған бір балалық нәрсені істетпеуге, сол жерде сенің өзіңнің таңдауың тұрады. Сен кері қарай кетесің ба, немесе ары қарай жинаған тәжірибемен ары қарай дамуға тырысасың ба. 40 жас менің ойымша соны білдіретін сәт. Енді жалпы мен қазір өзімнің сезінуімді айтамын. Сондықтан да мынау аға буын болдық қой деген біз жасқа келдік қазір. Аға орта буын дейді, mesela аға буын дейді, біз сол жасқа келдік. Осы жаста біз балалыққа салып бір шала-пала тірлік жасаудан кішкене арылған, мен өзім үшін арылғаным дұрыс деп ойлаймын. Себебі дұрыс сөйлеп, бір дұрыс нәрсені насихаттауға кез келді деп ойлаймын. Бүгінде кеше жігіттер сұрақ қойып отыр. Мысалға сахнада қазір жүріс тұрысы шығып жатқан жастардың әңгімелері мүлдем біздің табиғатымызға жат естілетін нәрселерді. Боғауыз сөздер айтылып жатыр, ішімдікке тойып алып, басқа-басқасын. Сол үшін мен кішкене қарным ашиды. Себебі білмеймін, енді менің ұстазым марқұм Марат Сақатов деген кісі болған. Және де Алмат Сақатов ұлы. Сол кісілер, оларға дейін менің туған ағам Рүстем Оразбеков. Сол кісілер менің осы өнерге деген кәсіби деңгейімді шыңдалуына барлық енді бастапқы сабақтарын берген кісілер. Сондықтан да Марат ағамыздың жүріс-тұрысын көріп, мен осы кісі мені нағыз өнер арқылы мәдениетті насихаттайтын кісі деп ойлаймын. Және де өзімнің сол сана сезіміме сіңіп қалған дүние, біз өнер адам, біздің жүрісіміз, біздің тұрысымыз, біздің сөзіміз бәрі өсіп келе жатқан жастарға ол үлгі. Сондықтан да бізді енді миллион көрермен қарағаннан кейін біз енді үйде мүмкін, немесе өзіміздің құрдастарымыздың ортасында біз бөлек шығармыз. Әзіліміз басқа шығар. Бірақ енді мәдениеттің адамы сахнаға шыққаннан кейін біз өзімізді өте бір дұрыс деңгейде ұстау керек. Салмақты дейсің. Жоқ, салмақтылықтан емес, менің ойымша дұрыс сөйлеу керек. Шеттен тыс кетпеу керек деп ойлаймын. Анау жаңағы енді сол ішпей сахнаға шығып, дұрыс сөйлеп, боғаусыз, өзіңнің сана сезіміңді, ойыңды жеткіз, бірақ бір балағатты сөзсіз жеткізуге болады. Жасқа оралсақ, 40 жас деген енді жаңа айтып кеттік қой, өмірдің қақ ортасы деп. Сен өзің негізі орта жас кризис дейміз ғой. Сондай бір мәселемен өзің күрестің бе? Иә, ол қателеспесем 38 жасымда. Негізі енді 30-дан былай, 33-тен былай дейді. Жалпы менің қатты сезінгенім ол 37-38 жасым. Мүшелден шығатын жас қой деп ойлаймын. Сол 36-та кіріп 37-те шығамыз ғой. Сондықтан да сол кезде менде кризис болды. Бәрібір бір жоспарлар жасалып жатты, бірақ не істеп жатырмын мен, ары қарай қалай дамимын. Өйткені енді жан жақты ой кей кезде жеп тастайды да, кейде біреудің ойымен өмір сүретін кездер болады. Вот мынау айтып еді ғой.
сонда өзіңнің ішкі дүниең бір өзім жасаймын деген дүниенің бәрі бір артта қалып қалған сияқты да. Біреудің әңгімесімен өмір сүріп келе жатып, сосын ойлайсың, мен не істеп жүрмін? Ал ол болмай қалған кезде сен ойлайсың, ал мен не істеймін? Вот сол сәт менің ойымша кризис деп ойлаймын. Сол мен 36, 37, 38, 3 жыл бойы менде кризис болды. Қиын кезеңдер болды, басқа бағытқа кетіп қалған нәрселер болды, ойда басқа нәрсеге бөлініп, басқа нәрсеге құлшыныс пайда болды. Соны мен мүлдем. Бірақ енді 39 жасыма келіп, өзімді өзім қолыма алдым. Менің енді қазіргі түсінгенім, енді ол өмір бойы барлық ұлы кісілер де бар, көріпкел кісілер де бәрінің айтуы бір. Өзіңді өзің ғана жасамасаң, сені ешкім жасамайды өмірде. Сол енді басында менің өмірімде бір керемет ағыс болды. Себебі менің әке шешем, ата-анам маған бойыма кішкентайымнан өнер дарытты. Енді Алланың бергені бар дарыну. Бірақ соны ары қарай дамытуға әке шешем үлес қосты. Кішкентайымнан ән айтқызды, би билеткізді, тақпақ оқытты. Ешқандай бір бетімді қайтарған емес өнерден. Ағам өнерге келді. Ағам сол үлкен театрға келіп, мен өзімен бірге алып келді. Бәрі өзінің ағысымен келіп отты. Мен бір ізденісте болған жоқпын. Ой, мен өнерге барайын, мен әнші болайын, мен осылай. Бәрі Алла тағала бәрін осылай әкеп қойды. Мен дастан 36-ға келген уақытта, ал енді сен өзің не істейсің? Мен сен осыншама уақыт жетелеп келдім, ал сен ары қарай не істейсің деген сұрақ қойған. Жалпы философиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, орта жас кризисі неліктен пайда болады? Неліктен, енді менің ойымша жалын кетеді деп ойлаймын 25-тегі. Өйткені сен 25 жасыңа шейін айқай 25 деп шынымен де жаңағы өлеңде айтылғандай ғой. Өмір сүресің, артқа қарауды білмейсің мысалға. Тек қана алға. Ал енді сен орта жасқа келген уақытта сен артыңа қарап ойлайсың, не істеп келдім мен деп. Егер істеген дымың болмаса, онда кризис басталатын шығар деп ойлаймын. Өйткені сенің артында ана бір әдемі сөз бар ғой. Мен білмеймін кімнің әңгімесі екенін. Сенің қазір өзіңнің кім екеніңді білгің келсе, жан-жағыңа қара дейді. Қазіргі өзіңе қара дейді. Мысалға, мен Аллаға шүкір қазір өнер адамымын. Халықтың құрметі бар, жарым Аллаға шүкір үйде, 2 ұлым өсіп жатыр. Анамның ықыласы бар. Егер сол адамның ықыластары маған түзу болатын болса, оны мен онда жақсы өмір сүріп келдім деп қазір. Бәрібір қиын кезең барлығымызда болды. Бірақ соның бәрін өтіп, Аллаға шүкір сол кісілердің ықыластарына бөлем жүрмін. Менің ойымша жақсы өмір сүрдім. Ал кейде болады ғой, 1 жасқа келесің де 30 жасқа келіп тұрып, не жарың үйде жоқ, анаң сенімен сөйлескісі келмейді, туысқандарың, достарың сенен теріс бұрылып кеткен. Сол кезде ары қарай даму адамның қиыны болды. Бірақ анау Марғұлан Сейсенбаев ағамыз айтпақшы, адамның 5 кезеңі бар дейді кризис. Ол қандай бағыт болмасын 5 кезеңі болады дейді. Соның бастапқы кезеңі, дамып келе жатқан кезеңі, сосын жаңағы әлсіреп келе жатқан кезеңі бар кризистің, сосын өзінің жететін шамасына жеткен кезең. Сол ең соңғы 2 кезеңінде, енді 5-шісін айта алмай қалдым, білмеймін, ұмытып отырмын. Соңғы 2 кезеңінде адам көтерілуге мүмкіндік бар дейді. Мынау бірінші 3 кезеңінде қиын көтерілу. Соңғы 2 кезеңде егер есің жинасаң, онда сол кезде көтерілесің. Енді солай шығар деп ойлаймын, орта жасқа келген уақытта сен сондай кризистесің. Жалпы ер адам 40 жасқа толғанда, ер адамда не болу керек деп ойлайсың? Дәулетті көп ақша болу керек па, әлде бала жағасы болу керек па? Жүрген жерінде сыйлы болу керек па? Кризис болмау үшін қоржында не болу керек деп ойлайсың? Мен бір әдемі қағиданы ұстанам. Адам өмірге даму үшін келеді. Қандай да бір адам болмасын. Енді қалай дамуың ол тікелей өзіңе байланысты. Менің ойымша 40 жастағы жігіт толық қарулы болу керек деп ойлаймын. Ол не себеп? Білімді болу керек. Білімі болу керек.
жаңағы өмірлік тәжірибесі қалай айтсам болады, блин, қазір біреулерге кір келтіріп қалам ба деп қорқам. Өзінің жетілгенін білген азамат болу керек, 40-қа келген адам. Өзінің кім екенін білу керек 40-тағы адам. Менің ойымша ең бастысы осы. Ол енді қазір 40-тан кейін де үйленіп жатқан кісілер бар, бала шағалы болып жатқан. Алысқа кетпей қойық, орда тобындағы жігіттердің өзі 40-қа келіп үйленгендер бар. Есболат 40-қа келіп үйленді, Нұрлан 40-қа келіп үйленді. Сондықтан да бір 40 жасында сен бала шағалы болу керексің деген бір ұстаным міндетті емес деп ойлаймын. Ал енді дәулетті болу керексің бе? Шаман келсе дәулетті болған дұрыс. Себебі сен 40-та үйлі болу керексің. Себебі өзіңнің тұрақтылығың болу керек та, бір орның. Орыста бір әдемі сөз бар ғой. Дом — это твое благосостояние дейді. Сенің мынау жан дүниеңді толтырып отыратын бір шаңырақ керек. Бірақ ол да бір қате ұғым болуы мүмкін, себебі 40-қа келген жігіттер қалталы, ақшалы азаматтар, бірақ үй жоқ, бірақ кәсібі дамып кеткен, миллиондаған ақшалары бар, бірақ өзінің жеке баспанасын болғанын қаламайды. Ол да бір әр адамның өзінің көзқарасы шығар деп ойлаймын. Және де ең әдемісі, сен 40-қа келгенде сыйлы азамат болу керексің. Менің ойымша осы ең маңызды. Білімің болу керек, сыйлы азамат болу керексің. Жалпы ақша демекші, сенің бір қаражатың азайып қорыққан күндерің болды ма? Әрине. Бірақ қорыққан күннен бұрын мен енді 2008 жыл ғой деймін. Орда тобы бір 2005-ке шейін жақсы дамыды да. Сол 2007-лерде кішкене қиын кезеңдер болып бастады. Жаңағы кризис болған кез ғой өзі 2008-де, сол кезде. Дүниежүзілік кризис. Дүниежүзілік кризис болып жатқан кезде жұмыс та азайып қалды. Жарым бар, тұңғышым бар. Бірақ дегенмен де қара шаңырақта тұрамын ол кезде. Соны ақша жоққаннан кейін ойладым, қазір не істеймін деп. Не болып бара жатыр. Бірақ білекті сылып тастадық та, машинем бар, машинеге кепкімді басып алдым да таксовать еттім. Мәссаған. Ештеңке жоқ. Таксиге отырған кісілер де болды. Енді жастар отырады кей кезде. Сіз дастан емессіз бе дейді. Жоқ дейсің да, дым білмегенде ары қарай рөлге отырып кете бересің. Енді менің анамның сіңлісі Шолпан апа деген кісі менің де өмірлік ұстазым ол кісі. Сол кісі бір күні кездесіп қалған уақытта маған айтты, Дастан деді. Ұшып жүрген адам ол ары қарай самғағанын қалау керек дейді. Енді ұғымы сол. Сен егер таксовать етемін десең, істе, мүмкін қиындықтың кезде, бірақ сен осы қалпыңмен қалып кетпе дейді. Кері қарай кетпе. Сен ары қарай самғауға дайынсың. Сен соны да көздеу керексің. Соны өзіңе дәлелдеп, соны өзіңе бір бағыт қылуың қажет деді. Сол сөзден кейін мен таксовать етуді қойдым да, ары қарай өнерге бір белсенді қайта кірісіп, қайтадан өзімнің сол кезде енді арада 1 жыл өтті ғой. 1 жылдан кейін менің жеке шығармашылығым бастады. Ордадан бөлек. Ол да бір сын кез. Шынымен де сынып қалмай, мен сол кезде қуанам, бір ішімдікке салынбай, басқа жаққа бір бағытқа кетіп қалмай, тек сол жанұямды ойлағаным. Ол кезде ата-анам бар, Аллаға шүкір, әкем бар ол кезде. Анам енді Аллаға шүкір қазірге шейін бар. Сол ол кезде өмірде, үйде де бір өте бір қиын кезеңнің кезі болған. Әкем ауыр науқастанып, мен үйдің ері болып қалдым сол сәтте. Содан бір ұнағаны енді ол әке шешемнің тәрбиесі және де үлкендердің сөзі. Әке шешең жынды болса байлап бақ деген сөз бар қазақта. Қанша жерден үйде ауыр болғанмен, сол кісілердің нанын табу қазір сенімін дейді. Сол кезде бәрін тастап, сол таксиге де отырдық, баламыздың памперсіне де солай ақша таптық, Аллаға шүкір.
жақсы таптық десе. Әншіктен де гөрі бір жақсы. Жоқ, сол кезеңге енді иә, жақсы таптық. Былай енді ерлік ар намысқа бірақ тиген шығар бір шеті. Жалпы сен сахнаға үйреніп қалдың ғой ол кезде. Иә, ол кезде мен оның үстіне орданың дүркіреп тұрған кезі ғой. Мен есімде бала кезімде, мен 9-шы сыныпта жүргенде, ана кеш мені деген клип дүркіреп жатты сонда. 2003 жыл. Кеш мені, кеш енді, бармама мен енді. Дәулетпен алдың ба, ғашық боп қалдың ба, сөзіліп қарады, жігітің туралыңда, айтынды сырыңды. 2003 жыл. Мәссаған, сонда ордадан асқан бір топ болған жоқ қой. Жоқ, ол кезде болған жоқ. Керемет бір клиптарды өзгеше бір европалық бір стильмен жасалған клиптар болды мысалы үшін. Ақ фонда билерің өте жаңағы энергичный дейміз ғой. Орда тобы деген Аллаға шүкір, мен Алла сол әйтеуір бір-бірімізбен кездестіргеніне жігіттерді. Олар бір үйдің баласы, біз екеуміз, ағам екеуміз бір үйдің баласымыз. Ойымыздың бір жерден шыққаны. Жігіттер егер барынша өнер деп ойлап қалған болса, Ерболат, Жанболат, Есболаттар мысалға. Біз енді үйде қарапайымдылық тәрбиені. Біздің әкеміз дастархан басында, анам егер енді қонаққа келеді ғой, қонаққа келген уақытта егер қонақ кей кезде артық кетіп жататын болса, анам кей кезде тік кісі айта салатыны бар. Әкем керісінше басып отыратын кісі болатын. Қой, қонақ қой, сыйлайық. Сондай тәрбие бізде де, кей кезде балалардың біз ойын түсінбейді, біз олар тек қана өнер артық кетіп бара жатқан кездерінде біз айтатын, тоқтай тұрайық, кішкене басылайық. Менің ойымша сол бір-бірімізді тапқан үйлесімділік сол болған шығар деп. Жалпы сенің отбасыңда да солай сияқты. Мен сен бір сұхбатыңды оқығанда, сен өз жолдасың туралы былай айтасың, ол солтүстіктің адамы, өте тік және кейде ашушаң болып келеді. Әлі күнге шейін. Сен оның қасында оңтүстіктің адамысың, шамалы жұмсақтау, адамның жаңағы адамды жұбата алатын, ашушаң емессің. Жалпы сен сол қасиеттерің отбасылық өмірдің жақсы болуына, нық болуына қаншалықты көмектесті деп ойлайсың? 50% ғой. 50%. 50% менің жарымнан, жолдасымнан, 50% менен. Бір шеті басым болуы мүмкін емес. Өйткені сол 50%-ның арқасында біз бір-бірімізді тең санаймыз. Егер басымдылық көрсететін болсақ, онда кішкене енді ренжуден бөлек не болып кетеді? Қалай деп айтушы еді, ұғымды патриархат, матриархат, сондай ұғым болып кететін еді. Бұнда ең бастысы, менің жолдасым ашушаң болғанымен тез қайтатын кісі. Енді маған тез қайтпайды әрине. Неге? Бірақ мен өзім тез қайтара аламын. Енді табиғат сондай. Жылы сөйлейсің, икемін табасың. Өйткені енді әйел адамның табиғатын сөйлеу ол өте бір күрделі тақырып, оны түсіну де мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Оны қаншама ұлы кісілеріміз ұлағаттап оны айтып кеткен. Бірақ дегенмен де кешірім ер азаматтан болу керек. Өйткені біз салмақтымыз, ер азамат салмақты. Қанша жерден қатты кеткеннің өзімен де біле тұра артық айтқан, біле тұра оның дұрыс емес екен, әңгімеге тарту үшін бірінші кешір дептен бастау керексің. Кешір дейсің, содан кейін айтасың, мына жер былай болды, мына жер былай болды. Әйел оны кейін түсінеді. Өйткені бірден көтеріп тұра, менің ойымша жалғыз ғана менің әйелім емес, көпшіліктің әйелі шығар сондай деп ойлаймын. Тез патыр бұтыр айта салады, тез патыр бұтыр сындыра салады. Соның бәрін жасайтын кім сосын? Еркек. Сондықтан да біздің табиғатымыз сондай шығар деп ойлаймын. Ал жалпы жанұяның берік болуына тікелей екі азамат байланысты. Өйткені егер басымдылық болатын болса, бірі кейде қолын сілтеп кетіп қалуы мүмкін. Егер өзім біреу биік сезініп тұрса, онда мен басқа біреуді тауып аламын деп кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да 50-50 деп ойлаймын. Сен енді шығармашылық адамысың, жан жағында енді жас
қыз адамдар көп сол үшін да саған деген назар деген үлкен сол жақтан. Сенің жолдасың жалпы соған ашулана ма, мүмкін бір ренжіп қалған кездерде болған шығар мүмкін? Әрине болды. Әрине болды. Болып қалған шығар емес, әлде де болады. Өйткені енді мен кейде ойлайтын тұғым, әлі үйренген жоқсың ба деп. Не болды? 22 жыл мен өнерде жүрмін. Екеуміздің отандасқанымызға 15 жыл болды биыл. Оған дейін 2 жыл қыз жігіт болып жүрдік. 17 жыл бар. 17 жылдың ішінде әлі күнге шейін жас қыздар кей кезде қайдағыны телефонға жазатыны бар. Мен бір-ақ нәрсені талап ететін тұғым. Мен сенің қасыңдамын. Мен үйге келем. Үйгеміз бір дастарханнан тамақ ішіп отырмыз. Мен саған деген сүйіспеншілік мен махаббатым әлі күнге шейін бар. Біз әлі күнге шейін екеуміз қыз бен жігіт секілдіміз. Өзімізді бір ерлі зайыптылар қылып санамаймыз. Сондықтан да кейде ана жазып қалады, кейде кім ол дейді. Мен айтамын, қарайсың бұны кім екенін. Немесе біреу жазып ал да тікелей телефон шал деймін, сөйлесіп келемін. Қызғаныш бар. Ол қызғаныштың болған Аллаға шүкір. Себебі қызғаныш тоқтаған күні, онда махаббаттың жойылған күні. Сол кезде сен ойлайсың. Егер сені қызғанбаса, егер келіп қызығушылық саған танытпаса, анау біздің бір ғалым кісілерде бар ғой, енді ютубта да бірнеше жерде жаңа 3 суды қойып қояды да, біреуіне жылы сөйлейді, біреуіне боқтайды, біреуіне мүлдем ештеңке демейді. Энергия сақталады. Иә. Сол кездегі ең қарайып кететін су дым, көңіл бөлмеген су екен. Тез өзінің мүмкіндіктерін жоғалтып, тез құрайтын сол екен, бұзылатын. Сондықтан да тура сол секілді, егер махаббат қызғанышпен бір кішкене подпитывать етіліп тұрмалса бар ғой, онда ол несі махаббат? Сондықтан да қызғаныш болған Аллаға шүкір, бірақ уақыт өткен сайын сен қызғанышты қалай басу керек екенін білесің, қалай жеткізу керек екенін білесің. Қызғаныш демекші, профессионалды тұрғыда қызғаныш жақсы қасиет деп ойлайсың ба? Жалпы сен біреуге қызғанып көрдің ба? Басқа бір адам жетістігіне асып баратқан жері болса, мысалы үшін. Енді бір естігенімде зависть не бывает белой дейді. Она бывает одного цвета, только черный. Әрине бар. Қызғаныш бар. Өйткені ойлайсың, сен 10 жылдап тәжірибе жасап келдің, жұмыс жасап келдің, бәрін кейде бір дұрыс жолмен жасап келдім. Басқа біреулер кейде бір 4-5 жылда немесе 1 жылда тіпті қатты дамып кеткенде, бірақ әңгімесі бөлек, сонда ойлайсың, неге сендерде солай, неге менде бұлай? Әрине ол қызғаныш. Бірақ ол қызғанышсыз адамның менің ойымша табиғаты мүмкін емес деп ойлаймын. Пендешілік. Ол пендешілік қой. Себебі кейде сол қызғаныштың кесірінен болып, сен ойлайсың, өзіңді өзің қамшылап жіберетін кездер болады. Сонда сен ойлайсың, анау гордыня дейді ғой. Тәкаппарлық. Тәкаппарлық. Сол тәкаппарлық кей кезде сені қанаттандырып жібереді. Мен сенен артық бола аламын деген. Бірақ оның түбі дұрыс емес. Менің түсінігім бойынша оның түбі дұрыс емес. Мен қызығам, дамығанына қызығам. Бірақ бір жақсы табиғатым мен өзімді білем. Мен сахнаға шығам қазір. Қанша жерде сен жұлдыз бол, қалай бол, бірақ менен сахнада сен асып түсе алмайсың бәрібір. Мен сахнаны өртеймін, сен мен сияқты өртей алмайсың. Менде өзімнің тоқпағым бар да әрқайсысына. Сол тоқпағымның арқасында мен өзімді еркін ұстай аламын. Қандай орта болмасын. Сондықтан да қызғаныштың болғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қызғаныш деген нәрсе анау прогресс еріншектердің арқасында болады дейді ғой. Тура қызғаныш сол секілді өнер адамына. Жалпы өнерге ғана емес, басқа да бір кәсіптегі кісілер болсын. Дамуына сол тікелей қызғаныш көмектеседі кейде. Кейде бір мысалға түбегейлі 100% өзін сол жұмысқа беріледі да, солай дамитындар да бар. Біреулер намысқа тырысып дамитындар бар. Сол намысқа тырысатындар сол мен сенен артық, мен сенен төмен емеспін деген кісілер сол бойындағы қызғаныштар бар.
Білмеймін, сенің есіңде бар ма жоқ па, мен бірінші рет сенен сұхбатты 2009 жылы алғам. Журналда жұмыс істеп жүргенде, мен ол кезде жас журналистпін. Сонда Орда тобы осы Астанада жүргенде гастрольмен мен сіздердің гостиницаларыңа барып, сонда бүкіл топтан сұхбат алғам. Ол кезде жоқ, өтірік айтпай ақ қой. Ол кезде сіздер де жас жігіттерсіңдер, мен түптеп аламын 20-дан енді асқан. Сонда бір Есболат Белдиханның бір айтып кеткен сөзі есімде қалып қойды. Ол айтқан, еңбексіз талант дымда емес деп айтқан. Ол рас. Келісесің ғой? Әрине. 1% талант, 99% еңбек. Ол мысалға сен бриллианттың жылтырлаған тек қана жасалған кезде ғана білесің. Былай ол сондай бір жарығы жоқ, сондай қатты жылтырап тұрған тас емес бірден алған уақытта. Оны міндетті түрде. Тура сол секілді. Талант деген Алла сол айтып отқан, біріншіден Аллаға рахмет. Екіншіден кішкентай кезінен бастап сен мысалға мені ата-анам өнерге баулыды. Осылай деп. Ол күннен жылдан жылға, 10 жылдан 20 жылға жасалған тәжірибенің жұмыстың нәтижесі бүгінде. Қанша жерден ағым алып келдік дегенмен де, бірақ сен жұмыс жасайсың күнде. Мысалға күнде біз ән айтамыз, күнделікті сахнаға шығамыз, күнделікті өзіміздің қалай ұстануымыз керек, қазіргі дене бітіміміз қандай болу керек, өзіңді өзің күту, мысалға басқа бір мәнерді қайтадан үйрену, немесе әрбір әннің өзі бір сен үшін бір тәжірибе, сен үшін бір биіктік. Соны бағындыра білген сайын сен дамисың. Жалпы сен күнбе-күнгі кестең қандай? Мен сен инстаграмыңды жиі қараймын, үнемі спорт алаңында жүресің. Я тартыласың, я брусья, я бір жүгіріс, тер боржа болып жүресің. Оның бәрі әрине дұрыс, қан жүгірту керек, соның арқасында жап-жас болып тұрасың. Жалпы күнбе-күнгі кестең қандай? Менің ұйқым дұрыс емес. Ең бірінші мәселе ұйқым дұрыс емес. Сондықтан да қанша сағат ұйықтайсың? 7 сағат, кейде 6 сағат ұйықтайтын кездер болады. Бірақ ұйқым өте кеш. Кейде таңғы сағат 7-те ұйықтаймын. Кейде таңғы сағат 6-та, кейде түнгі сағат 3-те ұйықтап қалатын. Ал кезде организм қатты шаршаған уақытта келіп 12-де ұйықтап қалатын кездер болады. Қуанатын кездер мысалы. Өйткені таңғы сағат 8-де сен өзіңді бір серпіліс болады да, бір сергіп тұрасың. Енді мен жоспарымды оянғанда істейтін кездер болады. Кейде жоспарымды ұйықтайтын кезде істейтін кезең болады. Мысалға бүгін мен жоспарымды түнде жасадым. Ертең азында тұрам, сосын мында барам, осылай істеймін. Подкаст бар Дулатпен, Дулатқа барып қайтамын. Тағы да бір жерге кіремін, кешке қарай менің концертім бар. Осы тізбекті жасап қоямын. Ол анау Марғұлан Сейсенбаевтың кайдзеннің бір жақсысы, бірақ енді кайдзенға дейін де айтты ғой, сен күніңді жатар кезде жоспарлағаның дұрыс. Күнделікті бірақ артық жасаудың қажеті жоқ. Нақты жасайтын сен 4-5 тірлігіңді жазып қою керексің. Кейде сен толтырып жасап тастайсың да, мынаны істеймін дейсің да, мынаны істемей қалған уақытта сенде өкініш жинала береді екен. Сосын мен үлгермеймін, сосын өзіңді өзің жеп бастайды екенсің, мынаған үлгермеймін, дым істемеген де сияқты боласың. Мына жақта басында істеген 4 жұмысың сонда жұмыс емес сияқты болып қалады өзің. Сондықтан да менің нақты қойылған 7 жұмысым бар. Соның бір қасы мен подкастта отырмын. Дұрыс, өте дұрыс. Тізбегің күшті екен. Осы шылым шегу мен ішімдіктен аулақсың ба? Ішімдіктен аулақпын, бірақ шылым шегемін. Бірақ кезең болған, ішкен де кезең болған, ес білмеген кезеңдерде болған. Бірақ оның бәрі қазір өткінші өмір, Аллаға шүкір. Менің ойымша, енді бәріне жалпылай айтқым келмейді, бірақ сен өнер адамы болғаннан кейін, орыстар айтады, для развития плохих привычек есть благоприятная среда. А өнер адамында ол благоприятная среда былай жетеді. Өйткені сені қонаққа шақырады, сені клубқа шақырады, сені ресторанға шақырады. Барлық жерде өкінішті, бірақ ішімдік тұрады. Сондықтан да енді қанша жерде мен 30 жасыма шейін ішкен жоқпын. 30 жасқа шейін мен ішімдік ішкен жоқпын. Енді болған бір достарыммен сырадан 1-2 рет әйтеуір ішіп қоясың. бір бутылка сыраға мас болып қалдым деп жүресің кей кезде. 2 болса тіпті маспын деп ойлайтынмын өзімді.
қайта қасымдағы достар 2 шөлмекті 3 шөлмектің арақтың басын қайырып тастаған уақытта ойлайсың немене ол. Бірақ 30 жастан кейін бір клапан ашылды. Неліктен деп ойлайсың? 30-дан кейін керісінше адам шамалы басылатын кез сияқты ғой. Менің ойымша еркіндіктің пайда болған. Меншілдіктің пайда болған. Өзіңе өзің деген анау орыстар айтады ғой, есть самоуверенность, есть уверенность. Мен өзімшілдік менде тасып кетті шығар деп ойлаймын 30 жасымда. Өзіме көп алып қойдым. Атын қатты шыққанда. Атын қатты шығып кеткенде. Оның үстіне чемпион бағдарламасы өтті. Мен жаңағы әрістер арасында чемпион болдым бокстен. Тағы да 1-2 жобаға жақсы қатысып, сол жерден танымал болдым. Сол қателеспесем, кинодан кейінгі де дүркіреп тұрған кез болатын. Содан кейін толық метрлі жаңағы басқа фильмдер түсті. Мен ойладым, менің қазір бағым жанып тұрған кез. Кино келіп жатыр дейсің ба, бокс дейсің ба, ән дейсің ба, жеке шығармашылығым, бәрі бір мезетте Алла бере салды мен Дастан. Сол кезде басыңа бақты қондырған уақытта оны ұстап білу керек екен ғой. Соны ұстай алмай қалдым, көтере алмай қалдым. Жалпы орыстар айтады ғой, огонь, вода и медные трубы деп. От, су және үлкен жетістік. Сол үлкен жетістік жалпы үлкен сын секілді ғой. Менің ойымша үлкен ақша да сын, үлкен атақ та сын, ықылас та үлкен сын. Бірақ енді жаңа басына қайтып келетін болса, сол 40 жасында сен соның бәрін түйіп білу керексің. Сенің WhatsApp-ыңда ой өзгермей, өмір өзгермейді деген ұғым жазылды. Сен сол ойға қанша жасыңда келдің? 38 жасымда келдім. 38 жасында. Яғни кризистан кейін. Өйткені шынымен де адам, енді мен бұрынғы ағыммен айтып отырмын ғой, келдім деп. Өмір Алла алып келді, осылай. Сонда мен ойладым, осылай ғана өмір сүру керек екен ғой. Мен осылай дұрыс өмір. Сол оймен мен келдім де, ары қарай дамымай қалдым. Жаңағы менің өмірлік ұстазым Шолпан апай. Сол кісі айтты, Дастан, пока ты не поменяешь свое мышление, твоя жизнь не поменяется. Мен соны өзіме аударып жазған. Ой өзгермей, өмір өзгермейді. Сондықтан да менің ойымды өзгерту керек болды. Менің өмірге деген көзқарасым, мен үшін не приоритетте болу керек. Және де қандай бағытта мен жүру керекпін. Бұрында Орда тобы болған уақытта енді бізде Ерболат Беделхан, сол ход-рук дейді ескіше, продюсер жаңашылап айтады. Топты жетелеп келген сол кісі болады. Біз ойлайтын тобымыз Ерболат бәрі істейді. Соған үйреніп қалған мен. Менің жұмысымды біреу істеу керек. Мен соған үйреніп қалған. Мен ойлайтын, мен дайынға келем, мен ән тұр, Дастан осы жерде жазу керек, Дастан шақырды, сахна бару керек, ән айту керек, болды кету керек. Ол сахнаға қалай келеді? Ол қандай себептерден болып келу керек? Ол жұмысты кім жасайды? Сон 38 жасыма келіп түсіндім мен. Енді әрине оған дейін бәріміз сезініп жүрдік қой, оны олығымды білеміз, сен өзіңді өзің жасамасаң, бірақ нақты ішің ашыған уақытта соны біледі екенсің. Басқа тимей, сен оны ауызбен былай айта бересің. Басқа тиген уақытта сен шынымен де еңбектене бастайсың. Шын жан жақты ізденесің, мынаны істегің келеді, ананы істегің келеді. Ал мен спортпен бір шетінен неге айналсам білесің ба? Бір досым айтпақшы. Спортпен айналысатын адам, енді біздегі тестостерон бар ғой, іштегі неге жүреміз. Тестостерон көбейіп тұрады. Тестостероны көп адам жұмыс істегісі келіп тұрады. Ізденіс. Өйткені сен тұрған уақытта қазір мен не істеймін? Мынаны былай. Сенің ойлау қабілетің, сенің өмірге деген құлшынысың артая түседі спорттың арқасында. Мен не себептен қазір триатлонды таңдадым? Себебі бұл жерде жүгіресің. Тестостеронды көбейтетін секс екен, және жүгіріс. Екінші орында жүгіріс. Сондықтан менде вело бар, жүгіріс бар, жүзу бар. Тестостеронды көбейтетін барлық спортты таңдап аламын. Сондықтан да соның да арқасында менің қазір жұмысқа деген құлшынысым бөлек болып тұр.
тамақтан бөлек бір пищевые добавки дейміз ғой. Сондайды қолданасың ба? Тестостеронды көбейту үшін. Жоқ. Таза спорт. Енді таза спорт кей кезде енді шаршап келген уақытта андай жидкий нелер бар. Жаңағы протеинді көбейтіп жүрген калорияды. Өйткені сен мысалға мен алдың күні 21 километр жүгіріп өттім. Алдың күні 3 күн бұрын ба. Сол кезде бүйтіп шаршайтын кездерім болды. Сол кезде келесің ана калорияды чақ есің жия қаласың ары қарай 3 километр барып жүзіп тастайсың. Сен күнде ән айтасың, дұрыс қой? Иә. Астанада күнде ән айтатын жер қай жер ол? Мысалы үшін Астананы шығармашылық қала деп айтуға болмайды. Өте қате ұғым. Иә, өте қате ұғым. Қазір енді бұрында мүмкін мен де солай ойлайтын бастапқыда келген уақытта. Мен ойладым, отаны өнердің әрине дегенмен де біздегі енді мегаполис Алматы. Өйткені қарқынды дамуына барлық мүмкіншілік бар жерде. Астанада өкінішке орай олай емес. Бірақ тіпті жоқ деп айту мүмкін емес. Себебі мен осы қалада мен шығармашылыққа деген көзқарасым мүлдем өзгерді. Менің жаңа бағыттағы әндер, осы жерде өте көп өнер иелері бар, өте бір кәсіби кісілер, мысалға Сазын Сол, қазір Найза деген топпен жұмыс жасап жатырмын. Менің өзімнің қатты байланып қалған Сержан Бақытжан деген композиторым де осында қоныс аударған. Осы жерде мәтін жазады, сөз жазады. Жаңа композиторлермен. Оның үстіне Алматыда не? Алматы ол носитель ғой. Ал керек нәрсені сен бері қарай сатып алуыңа да мүмкіншілік бар, бірақ өңделуі, осы жерде ол әлінің жаңа огранкасын жасалуы бәрі осы Астанада. Оған бүкіл мүмкіндік бар. Тек қана іздеу керек. Біз білмейтін 100-ден астам студия бар Астанада. Мәссаған. Иә. Дауыс жазады. Біз білмейтін. Біз іздемейміз. Біз үйреніп қалғанбыз. Мысалға, енді мен өзімнің ортамдағы кісілерді іздеймін ғой, ол кім? Мысалға, Лұқпан аға сияқты, немесе Арман Мұқашев деген жігіт бар, Халық деген ағамыздың жақында студиясына барып қайттым. Ол кісі айтады, мына жерде Лұқпан аға отыр ғой деп. Найзаның өзінің бір бөлек студиясы бар. Ал мен өзім кезінде лайф бенд жинағанмын осы жерде Астанаға келіп. Лайф бенд жинап, бірнеше студияға кіріп шықтым. Репетиционный базаларға барып ән айтқан кездер болған. Сонда өнер жоқ деп айту бұл жерде мүмкін емес. Блиц. Бақыт деген не? Сен үшін? Бір қиын сұрақ сықылды. Иә, қиын сұрақ, өйткені бақыттың түрі бар. Счастье — это когда ты видишь, что дома у семьи душа полна дейді ғой. Бақыттың шегі сол шығар деп ойлаймын. Үйіңе келген уақытта күлімсіреген сәт, ешкім қайғы қасіретсіз, сол бақыт шығар деп ойлаймын. Бірақ бақыт деген сен сахнада тұрып саған 10 мың адам, халық ықыласын білдіріп шапалақ овация жасап отырғанда, ол да бақыт. Бақыт деген не? Бақыт деген сен біреуге қол көмегін көрсеткен уақытта саған келіп білдірген ықыласы, ол да бақыт. 21 шақырым жүгіргенде 21 шақырым жүгіріп өтсең, ол да бақыт. Денсаулық. Әрине. Былай өзі қазір жүрсіп, осы нәрсені екеуміз талқылап жатқанымыздың өзі де бір бақыт. Дұрыс. Сондықтан да өте көп, бақыт деген көп. Бірақ ең маңыздысы сол шаңырағың деп ойлаймын. Керемет. Әйел бойындағы ең жақсы және ең жаман қасиет? Ең жақсы қасиеті тазалық деп ойлаймын. Әйел адамның бойындағы. Рухани тазалық. Рухани басқа ұғым, жалпы тазалықты жан-жағынан алып қараған. Ең жаман қасиеті сыйсыз болу. Сыйламау. Жаңағы тәкаппарлықпен жүрген. Сыйсыз деп ойлаймын. Выгода үшін жүрген әйелдің ойымша ол өте жаман. Қандай фобияң бар? Яғни қорқыныш. Қазір нақты жауап бере алмаймын ол фобияға. Биіктіктен қорқасың ба, өрмекшіден қорқасың ба? Сондай қазір бірден ойға келетін нәрселерден қорқпаймын. Биіктіктен де қорқпаймын. Өйткені 90 метрден секіргенде күндер болған. Әрине басында сескенесің секіруге, бірақ содан кейін секіре саласың. Ол фобия емес қой. Фобия деген жоқ, ол мен тез бұрыласың да кетіп қаласың деген сөз.
лифттен қорықпаймын, қалып қалудан. Қараңғыдан қорықпаймын. Таза рет болған шығар, қараңғы лифтте тұрып қалған. Әдейілеп тұрған кезде болған. Кім біледі, кім біледі. Ең сүйікті кітап. Мүмкін автор бар шығар. Иә, Исай Калашников, «Жестокий век». Енді ол мен бүкіл сұхбатта айтады кітабым шығар деп ойлаймын. «Жестокий век» негізі бір ер адамдардың классикасы сияқты. Иә, ер адамның қалыптасуына мүмкіншілік береді кітап. Сөзінің, ойлау, Шыңғысханның өмірі шынымен де әлі күнге шейін біреу үшін сабақ болатын дүние деп ойлаймын. Егер соның өмірімен өмір сүретін болса, енді зұлымдыққа ешкім бармайды ол істеген зұлымдыққа. Бірақ өмір өзінің ұстанымы сондай болу керек деп ойлаймын. Ең сүйікті фильм? Қазір ең сүйікті фильм соңғы менің ойымша ол «По соображению совести». Мел Гибсонның киносы. Иә, Мел Гибсонның фильмі. Оған дейін «Храброе сердце» болған. Ол да Мел Гибсон. Ол да Мел Гибсон. Содан кейін «По соображению совести». Керемет. Ақшалай, қандай мөлшерде сені ақшалай бақытты боласың? Қандай мөлшерде болу керек ақшаң? Жеткілікті болса, мен бақыттымын. Менің, мысалға, жанұям маған кеттік, демалып қайтайық деген уақытта жарайды деп мен егер ақшам болып кетуге мүмкіншілік тұрса, ол бақыт. Анам звондап, балам, маған осындай қаражат керек болып жатыр, әкеп берші десе, мен жібере алсам, сол маған жеткілікті. Ағайын, туыс, кей кезде достар бар, немесе достарыммен отырып, сол жерде де төлеуге мүмкіншілігім болса, сол мен үшін жеткілікті. Және соңғы сұрақ сенен. Бізге қандай сұрақ қояр едің? Неге мені шақырдыңдар? Шынымды айтсам, сенің осында жүргеніңді жақында біліппін. Ойлаймын, мәссаған дедім. Дәке, осында жүр екен ғой, көріспегелі 8 жыл болды. Звондасайық, көрісейік, баяғыдай анекдот айтып тұрқылдайық деген ойда. Және де өзімнің авторлық подкастым болғасын, сені бір керемет қонақ ретінде қарастырдым. Себебі көрерменің де бар, абыройың да бар, үлкен хиттарың да бар. Және де ең бір үлкен себептің бірі әрине Көк аспан. Ол ең бір сүйікті өлеңдердің бірі, былай айтқанда. Сол бір өлеңді сүйіп тыңдаймын әр уақытта. Рахмет. Жалпы сондықтан сенің өлеңдеріңе рахмет, шығармашылығыңа рахмет, жұмысыңа табыс тілейміз. Рахмет. Жанұяңа бірлік. Өзіңе де барлық жақсы тілеймін. Рахмет. Тату тәтті өмір сүре беріңіздер. Әмин. Және тағы да осы студияда кездесе берейік. Алла қаласа. Рахмет, Дәке. Жақсы, рахмет.